Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Әуелі Алла Тағалаға мақтау мадақ болсын, пайғамбарымызға салауат сәлем болсын. Құрметті жамағат, біз имам Қудуридің мәтінінен Ханафи мазхабына негізделген кітап негізгі мәселелерді ары қарай айтуды жалғастырамыз. Енді біз келген тақырыбымыз намаздың шарттары. Намаздың шарттары, яғни намаздың ішкі парыздары бар, намаздың сыртындағы намазға дейін орындалу керек болған шарттары бар. Ол жалпы ақ тілмен айтқан кезде 6 шарт деп айтылады. Бабу шурутус сала аллати татақаддамуха. Намазға кіріспес бұрын орындалу керек болған шарттар. Яджибу алал мусалли ан юқаддима тахара минал ахдас вал анжас аля ма қаддамнаху. Адам намазға кіріспес бұрын киімінде нәжес болмау керек, намаз оқитын жерінде нәжес болмау керек, және денесінде нәжес болмау керек. Және дәретсіздіктен таза болу керек дейді. Жүніп болса ғұсыл алу керек, дәреті болмаса дәрет алу керек. Уаястуру аурата, және әуретін жабу керек. Ер кісінің әуреті кіндік астынан басталып, тізе астына жалғасады. Яғни кіндік асы мен тізе асты әурет болып есептенеді. Әурет дегеніміз басқаларға көрсетуге болмайтын, бөтендерге көрсетуге болмайтын дене мүшені айтамыз. Ер кісінің әуреті осылай екен. Әлбетте шарасыздық болмаса, мұндай кіндік асын тізе асына дейін жауып намаз оқу мәкрух болады. Бәлкім толықтай киімін кию керек болады. Тізеге қатысты мазхабтар арасында талас бар. Біздің Ханафи мазхабының пікірі тізе әуретке жатады. Ал енді әйел кісінің әуреті екі алақаны және бетінен басқа жерінің бәрі әурет болып есептелінеді. Яғни бөтен адамға көрсетуге болмайды. Ал енді табанына келетін болсақ, табаны Ханафи мазхабында әртүрлі пікірлер айтылады. Әйелдің табаны әурет емес деп те айтылған пікірлер бар. Бірақ дұрысырағы Ханафи ғалымдар айтады, әйел кісінің намазда сол табанның асты әурет болып есептелінеді дейді, үсті әурет емес дейді. Екінші бір дұрыс көзқарас болса да, негізгі амал осы пікірге тоқталады екен. Кейбір әйел кісілер айтады, мен намазда шұлық кимей намаз оқып жүрмін ғой, намазым не болды деген сияқты сұрақтар қояды. Негізгі екінші көзқараста шұлық кимесе де намаз дұрыс, әурет жабылған болып есептелінеді деген пікір бар болғандықтан, ол кісінің намазы дұрыс деп есептелінеді. Бірақ дұрысырақ көзқарас сол аяқтың немесе табанның асты әурет делінгендіктен келесі намаздардан шұлық киіп алуы керек болады. Яғни әйел кісінің табанның асты әурет есептелінеді екен. Дұрысырақ пікір осы, бірақ екінші пікірде ол да дұрыс деп үкім берілген. Дегенмен мазхабта бір мәселеде ең дұрысырақ бір пікір болары хақ, сол дұрысырақ пікір әйел кісінің табанның асты әурет есептелінеді. Үсті әурет емес. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا. Енді осы намаздың шарттарында демек адамның әуреті жабық болу керек дедік, және денесі, киімі, намаз оқитын жері таза болу керек дедік. Егер киімінде нәжес кетіретін нәрсе жоқ, яғни киімінде нәжес барда оны кетіретін нәрсе жоқ. Сұйықтықпен ба басқа бір тазартатын су жоқ немесе сұйықтық жоқ. Ол кезде сол нәжес киіммен намаз оқуына бола ма десе, сол нәжес кетіретін нәрсе болмаса, нәжес киіммен намаз оқуына болады. Кетіруге мүмкіндік тапқанға дейін сол киіммен намаз оқуына рұқсат екен, бұл қажеттілік болып есептелінеді дейді. Ал енді киім таппаса не болады дейді.
әуретін жабатын киім таппады, бірақ намаз уақыты келіп қалды. Сондай бір ыңғайсыз жағдайға тап болған адам, шарасыз болса, үстіне киетін киім жоқ, ол кезде не істейді? Ол кезде сол киімсіз болса да намаз оқи береді дейді. Бірақ оның дұрыс көрінісі солай істегені жөн деп есептелінеді. Ол киімсіз адам тұрып оқуына толық рүку сәждесін жасауына да болады. Бірақ киімсіз болғандықтан отырып намаз оқуына да рұқсат. Отырып аяғын қыбла жаққа созады. Әуретін жабып, ауыр әуретін жабу үшін аяғын қыбла жаққа созғаннан кейін има ишарамен намазын оқиды. Мысалы, ұшақта кетіп бара жатыр, автобуста кетіп бара жатыр, има ишарамен намаз оқуға мүмкіндігі бар адам, қалай намаз оқиды? Сол киім таппаған адамда дәл сол көріністе намазын оқиды екен. Ал енді ол киім таппаған адам тұрып толықтай намаз оқимын десе де рұқсат екен. Бірақ ишарамен оққаны дұрысырақ екен. وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريم بعمل ويستقبل القبلة. Ал енді адам не істейді? Намазға ниет етеді. Намазға ниет еткен кезде сол оқиын деп жатқан намазын ниет етеді. Алдын ала ниет етіп қойса, ниет ең бірінші ол жүрекпен жасалынады. Жүрек дегеніміз, яғни ойыңда тұрса, қазір мысалы 5 намазын оқимын деп ниет қылдым, Алла риза үшін деп ниет қылдық. Сол ниетіміз жарайды, сапқа тұрдық, немесе сол жай намазға тұрдық, бірақ бірден тәкбір алған жоқпыз. Сол екі аралықта ниет қылу мен тәкбір алудың аралығында намазды бұзатындай тірлік жасамасақ, намазды бұзатындай нәрсе жасамасақ, сол алдын ала жасап қойған ниетіміз жарайды екен. Бірақ жақсырақ болады, сол тәкбірдің алдында ниет қылбаған жақсырақ болады. Ал енді ниетті тілмен айту бұл мұстахаб болып есептелінеді. Сол ойымыздағы ниетті қуаттайтын амал болып есептелінеді. Енді ниет қылған кезде нені айтамыз? Ниет қылған кезде жалпы ойымызда болса болды дедік. Қай намазды оқып жатқанымызды білуіміз керек. Ал енді ол ниетте ракаттарын айтылама десе, ниетте ракатын айту шарт емес. Өтейін деп жатқан намазды да уақытылы намаз деп айту шарт емес. Уақытылы намаз оқимын деп жатсақ, уақытылы деп ойлауымыз, немесе айтуымыз шарт емес. Сол сияқты қай намазды оқып жатқанымызды айтсақ, қай намазды оқып жатқанымызды ниет қылсақ жеткілікті. Тұрғылықты сапар деп айтуымыз шарт емес екен. Ал енді қаза намазда сол қаза намазын айтып кетуіміз шарт. Ал енді оның уақытын білмесек, бұрынғы қазалар болса, ең соңғы қаза намазын деп ниет қылады екенбіз. Ең соңғы қаза болған 5 намазы, ең соңғы қаза болған аср намазы деп айтуға болады. Немесе ең алғашқы қаза болған 5 намазы, немесе ең алғашқы қаза болған аср намазы деп бұрынғы қазаларды солай ниет етеді екенбіз. Сол уақытын айту шарт болады қаза намаздарда. Ал енді сүннет намаздар бар, 5-нің алдындағы бекітілген сүннет намаздар бар, әртүрлі нәпіл намаздар бар. Оларға сол қай намазды оқиын деп жатырық, 5-нің алғашқы сүннетін оқиын деп жатырық деп айту жақсырақ болады. Ал енді жалпы намаз оқиын деп ниет қылып, сол нәпіл намаздарды оқитын болсақ, жалпы намаз ниеті сол нәпіл намаздарына, сүннет намаздарына жарап жатыр екен. Мысалы, 5-нің алдындағы 4 ракат сүннетті ниет еттім намаз оқуға деп осылай ниет қылсақ, ниетіміз жарайды екен. Яғни сүннет, нәпіл намаздарда жалпы намаз деп ниет қылсақ болды екен. Арнайы сүннет, тарауих деп айтпасақ та, дұха намазы, немесе ишрақ намазы, басқа да қажет намазы деп айтпасақ та, сол намазға ниет етуіміздің өзі, сол сүннет намаздарына, басқа нәпіл намаздарға жарайды екен. Намазға ниет еткен кезде
бір сол көріністерінің бірі ниет еттім Алла ризалығы үшін бесін намазын парызын ықыластылықпен өтемекке деп ниет етсек, сондай бір жақсы көріністердің бірі. Демек, ниетімізде Алла ризалығы үшін деп қосып кетеміз. Ықыластылықпен деген сөзді қосып кетеміз. Ниет еттім Алла ризалығы үшін бесін намазының парызын ықыластылықпен өтемекке. Немесе сөз тәртібін өз ыңғайларыңызға қарай өзгертесіздер. Осылай кез келген намазда ниет етеміз. Жоғарыда айтқандай, ракаттарын айту шарт емес, тұрғылықты сапарда болған ажырату шарт емес. Тек қана сол намаздың атауын айтасыздар. Ал енді дұрысырақ сүннет намазға қатысты болса, сол намаздың атауын айтап кетесіздер. Бесін намаздың алғашқы сүннетін оқуға ниет еттім деп айтсақ, немесе бесін намаздың соңғы сүннетін оқуға ниет еттім деп айтсақ, жаңағыдегі Алла ризалығы үшін және ықыластылық сөзін қосып кетсек, сол ниетіміз әдемі көріністе болады екен. Бір адам мешітке кіріп асығыс сапқа келіп тұрды да, не істеді? Сөз айтпай, Аллаху акбар деп құлақ қағып имамға ұйыды. Егізде ол сол үй іші адам мешітке келе жатқан кезде, жүріп келе жатқан кезде, ойында мен қазір бесінде имаммен оқимын деген ойы болса, ол сөз айтпаса да ниеті жарамды болып есептелінеді. Ал енді ниетте қателесу мәселесі бар. Мысалы, бесін оқимын деп жатып, асыр деп айтып жіберді. Немесе асыр оқимын деп жатып, бесін деп айтып жіберді. Бұл жерде ғалымдарымыз бөліп қарастырады. Егер сол қате сөзінің алдын, немесе былайша айтқанда, мешітке кіріп сапқа жақындап келе жатқан кезде мен бесін оқимын деп жатыр еді. Ал енді сапқа тұрған кезде асыр деп жіберді. Сондықтан оның жаңағыдегі ниетінен алдыңғы мәселесі бесін екен біліп тұрса, асыр деп қателесіп айтып жерсе, оның ниеті дұрыс екен. Яғни оның қателесіп айтып жібергенін қайдан білеміз десе, егер бірден сұрай қалатын болса, қай намазды оқып жатсың десе, бірден дұрыс жауап айтатын болса, бесінді оқып жатырмын деп айтатындай деңгейде болса, онда ниеті дұрыс болып есептелінеді екен. Ол бесін деп бесін намазына келіп, үй іші адам бесін намазына келіп, бірақ асыр деп асырды оқып жатқан болса, онда оның ниеті қате болып есептелінеді екен. Яғни бірден сұрай қалған жағдайда қай намазды оқып жатсың десе, асыр деп қате жауап беретіндей болса, онда оның ниеті қателескені қате болып есептелінеді да, ниетін басынан жасап, намазын басынан кірісу керек болады. Адам намаз оқушы мұсылман мешітке келіп, ниет етіп отқан кезде шатасып, бесіннің орнына асыр деп жіберді мысалы. Сол кезде оның ниеті қалай болады? Дұрыс бола ма? Әлде ол қайттан ниет етіп, қайттан тәкбір алу керек бола ма? Ол шатасуы тек қана сөзбен болған болса, ойында қай намаз оқитын біліп тұр, бесін намаз оқитын біліп тұр, бірақ шатасып асыр намазы деп жүрсе, оның ниеті дұрыс болып есептелінеді. Оның жаңағыдегі шатасқанын қайдан білеміз десе, одан бірден сұрай қалса, қай намазды оқып жатсың деп сұрай қалса, бесін намазын оқып жатырмын деп бірден жауап айтатындай деңгейде болса, ол адамның ниеті дұрыс болады да, шатасқаны есепке алынбайды. Ал енді ол бесін намазына келіп, асыр деп ниет етті, және одан бірден сұрай қалған кезде, қай намазды оқып жатсың десе, асыр деп жауап беретіндей шатасу болатын болса, онда ол адамның ниеті жарамсыз болады. Ол адам не істейді? Намазын тоқтатып, қайттан тәкбір алып, жамағатқа ілесу керек болады. Ал енді намаз біткеннен кейін болса, қайттан намазын басынан бастап оқуы керек болады. Ястақбил қибла. Қыблаға қарайды дейді. Қыблаға қатысты адамның үш жағдайы болады екен.
сол қағбаны көріп тұруы, қағбадан алыстау болуы, немесе Меккеде болуы, және Меккеден тыс алыс болуы. Адам қағбаны көріп тұрса, қағбаның өзіне беттенеді дейді. Ал енді қағбаны көріп тұрмаса, сол қағба жаққа, мешіт жаққа қарайды. Меккеліктер мешіт жаққа қарайды. Ал енді одан алыс тұратын кісілер сол тарапқа қарайды екен. Тарап дегеніміз сол жаңағыдегі шығыс тарапта болуы мүмкін, біреудің жаңағыдай қыбла жақ шығыс тарапта болуы мүмкін. Бізге салыстырғанда батыс тарапта. Сол тарапқа қарайды екен. Ал енді қазіргі телефон құрылғылары арқылы қағбаны немесе қыбланы жақынырақ, дәлірек табудың мүмкіндігі болса, сол дәлірек мүмкіндікті қолдануымыз керек болады екен. Илля ан якуна хаифан фаюсалли иля айи жихатин қадар. Қауіп төніп тұр адамға, не дұшпаннан, не бір жыртқыштан қыблаға қарап намаз оқиын десе, сондай жанына қауіп төніп тұр. Сондай қауіпті жағдайда адам шамасы келген жаққа қарап не істейді? Намаз оқиды. Жанын сақтап қалу үшін шамасы келген тарапқа қарап намаз оқиды екен. فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى. Ал енді қыбланы таба алмай қалса, бір таныс емес жерге барды, немесе қараңғы түнде бөтен жерге барды. Қыбланың қай жерде екенін білмей қалды. Және қасында сұрайтын адам да жоқ дейді. Егер сұрайтын адам болса, айқайлап дауысты еститіндей жерде адамдар болатын болса, сол адамдардан сұрау керек болады. Ал енді сұрайтын адам жоқ, немесе басқаларда бөтен жерден, тұрғылықты жердің адамы жоқ, немесе сенімді адам жоқ. Не істейді? Ол кезде өзі қыбланы іздейді дейді. Ізденеді. Өзінің ойына сүйенеді. Осы жер-ау деп жаңағыдегі есептеген жеріне қарап не істейді? Намаз оқиды екен. Бет алды бір жаққа қарап оқи салмайды. Ізденіп, жұлдызға қарай ма, басқа белгілерге қарай ма, не істейді? Осы жер-ау деп, қыбла осы жақ-ау деген кезде сол жаққа қарап не істейді? Намаз оқиды екен. فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعدما صلى فلا إعادة عليه. Ал намаз оқып болған соң, бір кісі келіп, сол тұрақты тұрғылықты жердің кісі келіп, қыбла мына жақта еді, сен қате оқыдың десе, оқып қойған намазын қайта оқымайды дейді. Неге? Өйткені намаз оқып болғанша өз шамасының келгенін бәрін істеді. Намаздың барлық шарттарын орындады. Өйткені қыбланы таба алмаса, сұрайтын адам болмаса, өзі іздену керек еді, ол ізденді, солай намазын оқып бітірді. Одан кейін қате оқыдың деп айтып жатса, білетін адамдар, ол жаңағыдегі намазын қайттан оқымайды екен. Егер сол қыбласының қате екендігін намазда тұрған кезде білсе, басым оймен білді. Басым оймен білу, немесе біреу айтады, немесе ойына мына жақ деп несі өзгереді. Қыблада иштихады өзгереді. Сол кезде не істейді? Сол айтылған тарапқа қарай, немесе өзгерген ойына қарай, бағытына қарай қыбласын бұрады екен. Әлі намазда тұрған адам болса. Солай намазын ары қарай жалғастырады. Ары қарай жалғастырып, не істейді? Намазын бітіреді екен. Яғни намазын қайттан бастап отырмайды. Қыбла мына жақта деп ескерткен адам болса, намазын бұзып қайттан бастап отырмайды. Сол намазын келген жерінен ары қарай жалғастырады. Ал енді ол намазында намаз бастамас бұрын қыбланы ізденбей, белгілі қалаған жеріне оқи салды. Ізденбей, осы жақ-ау деп ойына ой түймей бір жаққа қарап оқи салса, сосын оның жаңағыдай қате екендігі белгілі болса, онда не істейді дейді? Намазын қайттан оқу керек болады. Намаз оқып жатқан кезде сол ізденбеген адамға сен бағытың қате десе, намазын тоқтатып, қайттан басынан бастау керек болады. Бүгінгі сабағымызда намаздың шарттарынан өзекті деген мәселелерге тоқталдық.
алла жазса келесі сабақтан намаздың орындалу сипатын, ішкі шарттарын, ішкі рүкіндерін айтатын боламыз. Алла тағала естіген білгендерімізді амал етуді нәсіп етсін.